Мен оны саған арнап жасадым, Рерити. Міне, балымыз да құйы. Шатыры шоколадтан, жаңғақ. Туайлайт? Спайк, Түн болды ғой, мұнда не қып жүрсің? сенің ұйықтап жатқаныңа менің таңым бар, Спайк. Сағат түнгі 3 болды. Бұл сұмдық, қайғылы жағдай. Түсінсем бұйырмасын, не болды? Міне, енді түсіндің бе? Біз не, орман күнін атап өтуді ұмытып кеттік пе? Мәселе мынада. Мен бір айға кесте құрғанмын, бірақ келесі айдың кестесін жасауға уақыт қалдырмаппын. Түсінбеймін. Мына кестеде келесі кестені құратын уақыт жоқ. Понивиле кеңесімен кездесуді сейсенбіге қалдырам. Пинки Паймен бірге түстенуді басқа күнге ауыстыруым керек. Оның қандай қырсық екенін білесің бе? Сұмдық болды ғой. Тұтас бір жылым бекерге кететін болды. Соған бола ғажап түсімді бұзып жібердің ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Әуреге түскен Twilight. 20 бөлім. Саған қолымнан келді. Егер көрінбеу өнерінің сиқыры мен Торнхофтың Кантерлоттың қысқаша тарихын бір мезетте оқып шығудың амалын тапсам, жарты сағат уақытымды үнемдеймін. Не болып жатыр? Туайлайт, мені тыңдаш. Сен кімсің? Яғни сен менсің, бірақ мен де менмін. Менің егізім жоқ қой, бұл мүмкін емес. Бұлай болуы мүмкін емес. Туайлайт, өтінем, мен саған болашақтан маңызды хабары келдім. Сен болашақтан келдің бе? Я, тыңда. Саған не болған? Болашақ қорқынышты шығар? Өтінем, менің уақытым аз. Болашақта сұмдық соғыс бастала ма? Негізі мен алдағы сейсенбіден келдім, бірақ қазір бұл маңызды емес. Мен уақыт аралығындағы саяхатқа сенбеймін. Сен қалай? Яғни мен қалай болашақтан келдім? Уақытты тоқтататын сиқыр Кантерлоттың мұрағатында бар. Рас па? Қайда? Оны ол жерден көрген емеспін. Сақалды Свирлдың қосалқы бөлмесінде. Бірақ мені тыңдаш. Мұндай саяхат керемет. Менің сұрағым көп. Саған болашақ туралы өте маңызды нәрсе айтуым керек. Бірақ бірнеше секундым ғана бар, сондықтан тыңда. Сен не істесең де... Туайлайт! Маған не айтқысы келді екен? Оның киімі, жалы, бетіндегі тыртығы, қорқынышты. Ол мен. Сондай бола ма? Мүмкін ол болашақтағы бір сұмдық нәрсе жайлы ескерткісі келген шығар. Болсаңшы, Флаттершай, бәрін жеткізбейінше мереке басталмайды. Көмектесуге қарсы емеспін. Тек келесі жолы шарларды мен апарайыншы. Өтінем. Тыңдаңдар, мен өте маңызды хабар айтуым керек. Күлетін түгі де жоқ. Дағдарыс келе жатыр. Жаңа маған болашақтан Туайлайт келді. Әзілдеп тұрған жоқпын. Болашақтан келген Туайлайт маған келесі сейсенбінің таңы атқанша бір апаттың болатынын ескертуге келіпті. Қандай апат? Білмеймін, ол бәрін түсіндіріп үлгермеді. Болашаққа кетіп қалды. Тараңдар! Не істейміз, Туайлайт? Не болатынын білмесек, апаттан қалай құтыламыз? Ең алдымен бәріміз бірге жүруіміз керек. Рейнбоу Дэш, сен басқа пырақтармен бірге Эквестрияны айнала ұшып, апатқа апаратын нәрсенің бәрін анықта. Бәрін анықтаңдар, жақсы ма? Жарайды. Қалғандарың... Менімен бірге ешкімнің қорқысы келмей ме? Қорқысы келмей ме? Қалғандарың айтарым, Эквестрия қауіпсіз болуы керек.
Иә. Бұл іс бітті. Мұнауда. Эпплджек, орманымыздың ахуалы қалай? Бәрі жақсы. Керемет. Менің тобым Филадельфиядан бастап Лас-Вегасқа дейін бақылап жүр. Өте жақсы. Жарайды, тізімдегінің бәрін орындадық. Бірақ болашақтан келген Туайлайттың қорқынышты сынақтан өтетінін байқадым. Мүмкін бекітілмеген бұрандалар мен тесік құбырлардан маңыздырақ нәрселерді іздеуіміз керек шығар. Бұлай болсын. Соңымнан еріңдер. Бұл не өзі? Бұл Цербер. Ол тартар қақпасын күзетуі тиіс. Бірақ ол осында болса, қамаудағы зұлым мақұлықтар қашып, Эквестрияны талқандауы мүмкін. Эквестрияны талқандай ма? Я, бұл бір қызық болды ғой. Эй, Цербер, жаттығуға қалай қарайсың? Сиқырлы жаттығуға. Неткен сүйкімді үш басты күшік. Жануарларды жақсы көретініңді білгенмін. Бірақ мынау керемет болды. Бұл үш басты күшік серуенге шыққан ғой. Бар болғаны осы. Солай ма, Цербер? Жарайсың балақай. Пинки, Я, Твайлайт, сенің добың бар ма? мен Панивилияның әр жеріне доп жасырып қойғанмын, керек боп қалар ма деп. Эй, Цербер! Менде не бар екенін көрдің бе? Оны тартар қақпасына апарған соң қайтып келемін. Ол үйіне барады, біз апаттан аман қаламыз. Туайлайт қажайып оқиғаларға жиірек тап болса ғой. Бұлай ұйықтамағаныма біраз болыпты. Туайлайт, Церберді не істедің? Жеткізіп салдым. Бірде-бір зұлым мақұлық қашып кете алмады. Мәссаған. Түгетпейді. Жоғалған ит туралы құлақтандыру шығар. Қаншайым әлі Церберді тапқанымызды білмейді. Оны айтпаймын. Мұнаны айтып тұрмын. Қағаз тіліп кетті ме? Қойш, Туайлайт, түкке тұрғысыз бірдеңе ғой. Жарақатты жуып жібер, түгетпейді. Болашақтан келген Туайлайттың бетіндегі тыртықтың орнында жара тұр. Демек, болашақты өзгерткен жоқпыз. Апат әлі алда. Цербердің қашып кететініне қатысы жоқ болса, онда не жағдай болуы мүмкін? Білмейм, әрі-бері жүгіре бергеніңді қойш. Сен шұңқыр қазып тастадың. Сенің ақылыңды тыңдауға мұршам жоқ. Бұл маңызды мәселе. Менің ақылымды ма? Болашақты өзгерту үшін бәрін істедім. Бірақ мұның пайдасы болған жоқ. Мүмкін бірдеңе істеудің орнына ештеңе істемеуім керек шығар. Егер келесі сейсенбіге дейін осы орнынан қозғалмасам, болашақтан келген Туайлайт сақтандырғысы келген әрекетті жасамайтын шығармын. Рас па? Сонда қандай жағдай болса да қозғалмайсың ғой. Солай ма? Ендеше мен бір шелек балмұздақ жесем қарсы болмайтын шығарсың. Дәмді солай. Спайк, жетер енді. Ішің ауырады ғой. Ішім ауырама. Бұл болашақтағы Спайктың шаруасы. Эй, Туайлайт, тағы бір пырақ Балтимордан оралды. Ондағы жағдай жақсы жең. Не болып жатыр? Сен оған қой демейсің бе? Қой демейді әрине. Туайлайт келесі сейсенбіге дейін орнынан қозғалмайды. Солай істесем апаттың алдын алам деп ойлайды. О, қызық екен. Туайлайт, артында тышқан тұр. Тоқта, қоя тұр. Мен көрейінші. Мәссаған! Не болды? Өкініп тұрмын. Әдейі істеген жоқпын. Байқамай қалдым. Көрсет. Мен сенімді емеспін. Көрсет. Сұмдық-ай,
болашақтан келген Twilighттың шаш үлгісі осындай болатын. Білесің бе, соншалықты жаман көрінбейді. Маған бәрібір, бұл болашақтың өзгермегенінің тағы бір белгісі. Ештеңе істемегеннен де пайда жоқ. Қап, апаттың алдын алайын десем, не жағдай болатынын білмеймін ғой. Болашақты көргің келе ме? Мен бір пониді білем. Ол көмектеседі. Бұл не тағы? Пинки ханымның шатыры. Пинки ханым? Өтінемін. Пинки Пай ханымның шатырына кіріңдер. Жауабын білгілерің келеме? Оны тағдырдың сиқырлы шарына қарап білеміз. Менің сиқырлы шарым ұнай ма? Жақында сатып алдым. Әдемі, е? Я, өте әдемі. Хрусталь шарға қара. Бұл тағдырдың тартуы. Мен бір нәрсе көріп тұрмын. Бұл болашақтың елесі. Сені көрдім. Twilight, сені көрдім. Келесі жылы туған күніңе керемет сыйлық аласың. Рас па, сосын? Болды? Сенімдісің бе? Өте жақсы сыйлық. Пинки, маған болашақтан келген Twilight ескерткісі келген апат туралы айтып берші. Түсінші, мен мүлде басқа нәрселерді болжаймын, ақмағым. Мәселен, қазір болатын нәрсені. Әне көрдің бе? Бірақ бұл қайдан пайда болды? Ла-л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 а. Басына гүлдің құбырасы құлағалы бері Twilight-ты көрген жоқпын. Енді оның ашуы басылған шығар. Кешеден бері 0,2%-ға төмендеген. 15 ойда тұр. Енді теріс азимут. Сәлем, Пинки. Twilight туған күніне арналған ерекше сыйлықтың не екенін білуге тырысып жатқан шығар. Білмейм. Әйтеуір өзім балмұздақ жеп отырмын. Кешір, болашақтағы Спайк. Twilight, бәрі дұрыс па? Ах, Пинки, дұрыс. Катодиоприкалық телескоптың оператураларын жөндеуге көмектесесің бе? Әрине. Есіңде ме, Пинки ханымдыкінде басма гүлдің құмырасы құлап еді ғой? Бұл таңғыш болашақтан келген таңғышқа ұқсайды. Керемет. Содан кейін ақылым толса түсті. Түк істемеуге болмайды. Бірдеңе істеуге де болмайды. Және болашақты болжай алмадым. Бірақ амалым бар. Бәрін бақылау. Табылған ақыл. Болашақта не жағдай болса да дайын боламын. Кеше қою тұманның арасынан бірдеңе көрдім. Бірақ 3 сағаттан кейін қателескенімді түсіндім. 3 сағат? Сонда қашан ұйықтадың? Ұйықтаған жоқпын. Болашақтағы Twilight келгелі бері ұйықтамайтын болдым. Сейсенбіге дейін 3 күн қалды, сосын ұйықтаймын. Сенің ұйықтамағаныңа көп болды. Рас па? Сейсенбіге дейін 3 күн қалған жоқ. Сейсенбі ертең. Пинки, катодиоприкалық телескоптың оператураларын жөндедің бе? Әлі жөндеген жоқпын. Көзім! Алаң болма, мен көзге таңатын нәрсені әр жерге жасырып қойғамын, керек боп қалама деп. Міне, сен қарақшыға ұқсайсың. Бір түрлі шаш үлгісі бар, ұйқысы келген қарақшы. Таңғыш! Тағы бір белгі. Барлығы дерлік орындалды. Мен апаттың алдын алу үшін ештеңе істеген жоқпын. Ертең сейсенбі болса, таңертең бір апат болады. Мұның бір ғана шешімі бар. Мен уақытты тоқтатуым керек. Жақсы, Контерлоттың мұрағаты ана жақта. Болыңдар. Бізге бұлай жасырынудың керегіне. Контерлотта емін еркін жүр аламыз ғой. Күзетші! Қозғалмаңдар. Ұсталып қала жаздадық. Түсінбейм, мұнаны не үшін киіп алдық? Өйткені осылай көңілдірек. Жоқ, бұл көңіл көтеру үшін емес. Сенімді мүсің? Болыңдар. Уақытты тоқтатсақ қана апаттың алдын аламыз. Сақалды Сверудың қосалқы бөлмесінен уақытты тоқтататын сиқырды табаламыз. Ең құпия нәрсе мұрағатта. Керемет! Қызық болатын сияқты. Жоқ, қызық болмайды. Сонда да түсінбеймін. Мұрағатқа кіру қалай туған күніңе арналған сыйлықты білуге көмектесек? Мұнда ешкім жоқ. Енді мені ақырын көтеріңдер. Бұл істі бітірейікші.
есебім дұрыс болса, сақалды Свирлдың қосалқы бөлмесі осында. Твайлайт, Не, Спайк? біз осы жерден кірдік қой. Керемет! Тағы кірсем бола ма? Бұл өте қызық. Түсінбедім. Сиқыр осы бір жерде. Тек оны қалай табамыз? Сақалды Свирлдың қосалқы бөлмесіндегі біреуден сұрамаймыз ба? Расында да. Мына баға жетпес қағаздарға қараңдаршы. Олар соншама көп деп ойламаппын. Твайлайт, сақшы! Не істейміз? Енді қайттық. Twilight, көріспегелі көп болды. Қазір ашам. Рахмет. Саған. Қараңдар. Мен болашақтан келген Твайлайттан аумай қалдым. Бәрі орындалды. Бұл жақсы емес сияқты, солай ма? Тезірек. Таң атайын деді. Апат кез келген сәтте болуы мүмкін. Бірақ уақытты тоқтататын сиқырды қалай табамыз? Мұнда қағаз көп қой. Мен білмеймін. Твайлайт, болды. Сейсенбінің таңы атты. Жоқ. Сейсенбінің таңы апат жақындап келеді. Не істейміз? Білмеймін, Твайлайт. Ешқандай да апат жоқ қой. Бүгін тамаша күн. Қайырлы таң, Твайлайт. Маған жаңа шаш үлгің ұнайды. Күнің сәтті өтсін. Менің мұнда жасырын кіргеніме неге ешкім таң қалмайды? Мүмкін ешқандай да апат болмаған шығар. Сонда мен босқа уайымдадым ба? Түсінсең бұйырмасын. Болашақтан келген Твайлайт апат туралы ескертпесе, сонда саған не айтпақшы болған? Білмеймін. Бірақ түрімнің ебедейсіз болып тұрғанын анық білемін. Иә. Мұның себебі мен барымды салып болашаққа араласуға тырыстым. Болды, жетер. Мен енді бар мәселені ғана шешіп, бекерге уайымдауды қоямын. Өте жақсы. Демек, түнгі серуенді қоямыз ба? Түнгі серуенді қоямыз. Егер мұны бір апта бұрын түсінсем, осының бәрін бастан кешірмесек. Твайлайт, мен бірдеңе таптым. Бұл сиқыр уақытты тоқтатпайды. Өткен шаққа оралуға көмектеседі. Тек аз уақытқа ғана оралуыңа болады. Сонымен, Пенки, сен данышпансың. Мен өткен шақтағы Твайлайтқа барып, болмайтын апат үшін уайымдаудың қажеті жоқ екенін айта аламын. Твайлайт, мені тыңдаш. Сен кімсің? Яғни сен менсің, бірақ мен де менмін. Менің егізім жоқ қой, бұл мүмкін емес. Бұлай болуы мүмкін емес. Твайлайт, өтінем, мен саған болашақтан маңызды хабар әкелдім. Сен болашақтан келдің бе? Иә, тыңда. Саған не болған? Болашақ қорқынышты шығар. Өтінем, менің уақытым аз. Болашақта сұмдық соғыс бастала ма? Негізі мен алдағы сейсенбіден келдім, бірақ қазір бұл маңызды емес. Мен уақыт аралығындағы саяхатқа сенбеймін. Сен қалай, яғни мен қалай болашақтан келдім? Уақыт сиқыры Контрлоттың мұрағатында бар. Бірақ рас па? Қайда? Оны ол жерден көрген емеспін. Сақалды Свирлдың қосалқы бөлмесінде. Бірақ мені тыңдашы. Мұндай саяхат керемет. Менің сұрағым көп. Мен саған болашақ туралы өте маңызды нәрсе айтуым керек. Бірақ бірнеше секундым ғана бар. Сондықтан тыңда. Сен не істесең де уақытыңды зая кетірме. Бұған сен алар емеспін. сен оған туған күніңе арналған сыйлық туралы айттың ба? Есіңде ме, бір апта бұрын болашақтан келген Твайлайт маған бірдеңе айтқысы келген. Сөйтсем, алаңдайтын түгі де жоқ деп өзімді сендіргісі келген екен. Енді алдағы бір апта бойы болмайтын апат үшін алаңдайтын болдым. Қап! Еңсеңді түсірме. Бұл енді өткен шақтағы Твайлайттың шаруасы. Иә, сенікі жөн, Пенки. Шымай. Бәрі балмұздақтың кесірі. Мен мұны болашақтағы Спайктың шаруасы деп ойлап едім. Ал енді мен болашақтағы Спайкпын. Болашақтағы Спайк, кеттік. Үйге қайтуымыз керек.
Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.